Сәлем достар, бүгін сіздермен пиццаның бір жақсы бір рецептімен бөлісемін. Рецепт өте оңай әрі тез. Алдымен қамыр жасап аламыз. Барлық ингредиенттер видеода көрсетілгендей. Қамырымызды жасап, бетін жауып, 10 минут не болмаса жарты сағатқа қалдырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды 5 бөлікке бөліп, видеодағыдай жайып шығамыз. Пиццаны жайып шығамыз пергаментный бумаганың үстіне. Соусын дайындап, майонез бен сметананы бір столовый ложкадан дайындаймыз. Жағып, сырын сеуіп, сыр менде моцарелла для пиццы деген. Духовканы 200 градуста 8-10 минутта пісіріп аламыз. Ішіндегі салмасы әртүрлі. Мен балаларым көп нәрсені жібермейді, сол үшін помидормен біреуін тек қана біреуін колбасамен. Ас болсын жасап көріңіздер, өте дәмді, тез пицца болады. Дәмі тіл үйрет. Сіздермен болған Меруерт.